Армысыздар, құрметті көрермендер. 14-ші емтиханның шешуіне қош келдіңіздер. Фазалық ауысулар. Бірінші сұрақ. Массасы 2 кг болатын мұздан суды дайындауға қанша жылу жұмсалады? Мұз минус 10 градус температурада алынады, ал судың температурасы 25 градус болуы керек. Мұздың меншікті жылу сыйымдылығы 2100, мұздың балқу жылуы 335 килоджоуль бөлінген килограмм. Бірінші, мұзды 0 градусқа дейін жылыту керек. Яғни 2 килограмм мұзды 2100 меншікті мұздың меншікті жылу сыйымдылығымен минус 10-нан 0 градусқа дейін, значит 10-ға көбейтеміз. Сонда 42 мың джоуль керек болады. Кейін 2 килограмм мұзды суға айналдырамыз, еріту. Масса көбейтілген балқу жылуы 335-ті 2 көбейтсеңдер 670 болады, 670 мың джоуль. Сосын осы суды 25 градусқа дейін жылыту. 2 көбейтілген 4200 көбейтілген 25 50-ді 42-ке көбейтеміз. 4200-ге 210 мың джоуль. Және сонда жалпы қанша жылу кетеді? Осының барын қосамыз. 670-ке 210-ды қоссақ 880, 880-ге 40-ды қоссақ 922 мың джоуль. Жауап килоджоуль. 922 килоджоуль болады. Келесі, массасы 2 тонна су бұл балғасы 5 метр биіктікте, массасы 300 килограмм темірге құлайды. Темірдің температурасын 40 градусқа көтеру үшін балға неше рет құлау керек? Соққы кезінде бөлінетін энергияның 40% темірді жылытуға кетеді. Темірдің меншікті жылу сыйымдылығы 460 джоуль бөлінген килограмм градус. Бүтін санға дейін дөңгелектеңіз дейді. Бір рет құлаған кезде ол MGH деген жылуды бөледі. Осыдан ол қанша n-ға көбейтеміз, сосын оның тек 40% енді жылытуға кетеді. Балғаны. Ал балғаның массасы, балға емес, темірді жылытуға кетеді. Темірдің массасы кішкене m, s, және де дельта t. Сонда n неге тең? m дегеніміз 300, s 460, дельта t 40 бөлінген 0,4, 2 тонна 2000 килограмм болады. Гравитация G10, H 5-ке тең. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И бұл жерде 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болады. 10-ды 0,4-ке көбейтсек 4. Бұның барлығымен қысқарады. Сонда бізде 46 көбейтілген шыққаны қалады. 18, 12, 138 рет құлауы керек. Үшінші сұрақ. 4 сағаттық ұшу кезінде 3 тонна бензин жұмсалған. Ұшақ қозғалтқыштарының қуатын анықтаңыз. Олардың пайдалы әсер коэффициенті 30%-ға тең. Бензиннің меншікті жану жылуы, яғни жалпы жылу, ол бензиннің жану жылуы, MQ. Осының
30% ұшақты ұшыруға, яғни ұшақты ұшыру ол пайдалы жұмыс. Осының 30% ұшақты ұшыруға кетеді. Ұшақты ұшыру энергиясы ол жұмысқа тең. Жұмыста қуатты біз жарайды N деп белгілейді, орысша, қазақша, немесе ағылшынша P, power деп белгілейді. N көбейтілген T. Қуат неге тең? Масса M 3 тонна, ол 3000 килограмм. Q дегеніміз 46, мега деген 10-6 дәрежесі. Мынау eta деген 0,3 бөлеміз уақытқа 4 сағат. 4 көбейтілген 1 сағатта 3600 секунд бар. Осыны калькулятормен табайық. 3000 көбейтілген 46 көбейтілген 0,3 көбейтілген 10-6 дәрежесі бөлеміз 4-ке бөлеміз 3600 2.875.000 2.875.000 ватт. Яғни бұны мегаваттпен табыңыз дейді. И дөңгелектеңіз деп тұр. Сонда шамамен 3 мегаватт болады. Келесі есепке көшейік. Жылу сыйымдылығын ескеруге болатын термоста 4 градуста 0,2 килограмм су бар. Массасы 40 грамм және температурасы 140 градус болатын затты суға түсіргеннен кейін термоста 35 градус температура орнатылады. Заттың меншікті жылу сыйымдылығын табыңыз дейді. Жақсы, енді бұл зат қарайық. Мына зат М1, С1. Бұның температурасы 4 градустан 35-ке дейін көбейеді. Осы жылу қайдан келді? Мына екінші заттың температурасының 140-тан 35-ке дейін азаюына келді ғой. М1 дегеніміз сонда бізде 0,2 болады. С1 су болғандықтан 4200, 35-тен 4 тесе 31 тең болады. М2 40 грамм, ол 0,100-ден 4 болады. Және С2 140-тан 35 тазайтсақ 105 болады. Так, С2-міз неге тең сонда? 0,2 көбейтілген 4200 көбейтілген 31 бөлінген 0,100-ден 4 и оны бөлеміз 105-ке. Так, шамамен қанша болады екен? 0,2-ні көбейтеміз 4200-ге, оны көбейтеміз 31-ге, бөлеміз 0,100-ден 4 бөлеміз 105. 6200 джоуль бөлінген килограмм градус. 5-ші есеп. Калориметрде минус 20 градус температурада массасы 0,5 килограмм мұз болды. Мұздың меншікті жылу сыйымдылығын білеміз, оның меншікті балқу жылуын білеміз. 100 градус температурада калориметрге массасы 60 грамм бу кірді. Басында 100 градуста 60 грамм бу бар и минус 20 градуста 500 грамм мұз бар. Соңғы температура неге тең? Соңғы температура. Так, енді бұл біраз күрделі есеп. Біріншіден біз мұздың 500 грамм мұз 0,5 көбейтілген 2100 көбейтілген 0-ден 20 минус 20-дан 0-ге дейін көтерілуге қандай жылу кетеді, соны табайық. Так, 20-ны 0,5-ге көбейтсек
10 болады. 10-ды 2121 мың джоуль болады. Сосын ал біз буды екінші мына жақтан Q'1 буды суға айналдырайық. Буды суға айналдыру үшін 0,6-ны көбейтеміз. Міне меншікті булану жылуына. 0,06 көбейтілген 2.260.000 135.600 джоуль кетеді екен. Жарайды, мынау өте үлкен энергия. Бұған дейін жете ме екен көрейік. Мынау біріншіден, мынау не болды? Мұз 0 градусқа дейін температурасы көтерілді. Енді еру процесі кезінде қандай энергия бөлінеді? 0,5-ті көбейтеміз. 335 мыңға 167.500. О, мына екі энергия неге тең болады? Екеуін қосамыз. 167 мыңға 21 мың қосақ 188.500 джоуль болады екен. Жақсы, енді демек әрі қарай екеуі де мынау да суға айналды, мынау конденсация болды, мынау еріді. Так, одан бұрын біз мынаны есептеп алайық. Мына энергиядан үлкен энергия. Демек, мына жерде 100 градустан 0 градусқа дейін бару үшін мына 0,6 килограмм буға, ол суға қандай энергия керек? Так, 6-ны 4.200-ге көбейтеміз. 0, 0, так, 12, 24, 25. 25.200 джоуль. Міне, сонда 135.600-ге қосамыз 25.200-ді қанша болады? 800, 0, так, 150, 160 болады, 160.800. 160.800 джоуль энергия жетеді екен буды неге айналдыру үшін? 0 градустағы суға айналдыруға. Ал бұны толығымен еріту үшін 188.500 энергия керек. Онда біз осы жерден байқаймыз да, қараңыз, осы арада екеуі мысалы соңғы температураларының 0 градус екендігін байқаймыз. Бұның массасы аз болған соншалық ол 100 градуста конденсация болады, сосын 0 градусқа дейін ерейді, температурасы азаяды, және де соңында бір бөлігі қатады, оның бір бөлігі қатады. Толығымен қаталмайды, әрине. Себебі мынау да 0 градусқа келіп, оның бір бөлігі ерейді. Сөйтіп, бұл есеп бітті. Келесі есеп тура осы. Тек бұл жерде біз мұздың массасы, қараңыздар, 300 грамм болып қалды. Онда бірінші мұздың несін есептейік? Мұз 20 градустан так, 6-ны көбейтеміз 2100-ге 12.600 джоуль энергия керек. Сосын оның толығымен еруіне қанша энергия кетеді?
100.000 500 joule. Қараңыз, екеуін қосқанда 113.100 joule болады. 113.100 joule. Ал 0,6-ны көбейтеміз 2.260.000-ға, бұл 135.600 joule болады. Так, демек, мынаны тағы да қыздырамыз. Ал мынаны біраз суытамыз. И ортада бір какой-то температураға келеміз. Сонда жазайық, 113.100 қосылған 300 грамм, 0,3 көбейтілген 4200 көбейтілген, ол Т деген температураға дейін қызады ғой, тең болады. Неге? 135.600 қосылған. Бұл жерде 0,6 бұл керісінше 100-ден Т деген температураға дейін суиды. Соны есептейік. Жақшаны ашып жібереміз. Сонда 113.100 қосылған. 0,3-ті 4200-ге көбейтсек, 423-ге көбейткенмен тең 6260 Т болады екен. Тең болады. Әжде 135.600 қосылған. Мұна екеуін көбейтсек, бізде алты жердегі 25.200 азайтылған 252 Т. 252-ні сол жаққа жіберейік. 1260-қа 252-ні қосайық. Сол кезде 2, 5-ке 6-ны қоссақ 11, 2, 4, 5, 1512 Т тең болады. 135.600 қосылған 25.200 азайтылған 113.100 47.700. Температурамыз 47.700-ді бөлеміз 1512-ге. 31,5 шамамен 32 градус болады екен. Соңғы температура. Жақсы, осымен сабағымыз тәмамдалды. Сау болыңыздар.